Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылы. Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Сәрсенбай Ақжарқын Қанатқызы. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы өткеннің үнін тыңда, ойранды даласының тарихы. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ойранды даласының тарихи археологиялық маңызын түсіндіру. Бүгінгі біздің сабағымызда қолданатын құндылықтар ұлттық бірегейлік пен мұраға деген құрмет. Оқушылар, мен сіздерге бүгінгі сабақ бойынша видео әзірлеп алып келдім. Қанеки, соны бірге тамашалайық. Ойранды жері Тұрар Рысқұлов ауданы Жаңа Тұрмыс ауылының тұсындағы тау шатқалына кіреберістегі жазықта алқапталып жатыр. Халқымыздың жер, тау, өзен, көл немесе басқа да дүниелерге ат қойғанда оның белгілі бір сыртқы көріністеріне немесе себеп салдарына, мағынасына қарап қоятындығы ертеден-ақ белгілі. Сондықтан да бұл аумақтың ойранды деп аталуы бекерден емес. Ол қазақтың ойран болды, ойраны шықты деген сөздермен мағыналас келеді. Ескіден жеткен аңыз әңгімелерде бұл дала қалмақтардың қазақтардан жеңіліп, ойраны шыққан жер деп аталады. Тарихқа үңілсек, 1652 және 1723 жылдар аралығында әр жерде ірілі ұсақты қалмақтар мен қақтығыстар болып тұрғаны белгілі. Ол алғаш Сарысу ауданының аумағындағы айран төгілген және қалмақ қырылған деген жерлерде болды. Осы ұрыс жоңғар езгісінде болған бүкіл қазақты, яғни 300-ді түгел атқа қондырды. Сөйтіп 300-дің қолы түгел Әбілхайыр ханның қол астына бірігіп, Әбілхайыр даласына жиналды. Қазақ қолы Құмарық маңындағы Жасақ деген жерге туын тігіп, қалың жаудың бетін сұм қайтты да қайтарды. Қазақ қолынан ойсырай жеңілген қалмақтарды қазіргі Жаңа Тұрмыс ауылының Меркі ауданымен шектесетін жеріндегі ойранды шатқалында найзасын түйреп, қылышын білеп, Сәмен батыр жасағы қарсы алады. Жау қолы осы тұсқа келгенде қынадай қырылады. Ұрыста Сәмен батырдың садақшылары мен Тоғызақ батырдың әбден машыққан аттылы әскері ойранды шатқалында жауға бетпе-бет қарсы шығады. Жау қолы қазақ жасағынан оңбай соққы жейді. Сөйтеді де молалы сайды көздей Көтенүзбе асуына шығып кетуді ойлайды. Алайда Әбілхайыр хан бастаған 300-дің қолы келіп, килігіп, жауға бет қаратпай, оқ боратып, қарсы шабуылға шығады. Жоңғарлар бұл жерде де жеңіліс тауып, кейін шегінеді. Жау әскерлерінің көп өлгені соншалық, бұл терең сайды жұрт Молалы сай деп атап кеткен. Тарихшылардың болжамынша қазірде оның кез келген тұсына күрек сіңгітсеңіз, жоңғар сарбаздарының қурап қалған қу сүйегінің үстінен түсуге болады. Өйткені жоңғарлар тасқа, яғни пұтқа табынған. Оларды жерлегенде де тігінен отырғызып, кеудесіне екі қолын тегізіп қойып жерлейтін болған. Сонымен жоңғар жасағы барлық күшін ойранды шатқалында тосқауылда тұрған қазақ әскеріне салады. Сөйтіп жау шатқалындағы шепті бұзып өтіп кетеді. Алайда ойранды шатқалы Ақсарай деген жерге барғанда екіге бөлінеді. Жау қолының Көтенүзбе асуына өтіп кетпеуін алдын ала болжаған қазақ қолбасшысы Әбілхайыр хан асуға баратын жолды бекітіп тастайды. Амалы қалмаған жоңғарлар тұйық шатқалға бірін-бірін таптап баса көктебенеді. Ойранды аумағындағы соғыс алаңында ірі-ірі тастар қатарынан тізбектеліп қойылған. Осы өңірдегі жергілікті халықтың аузында сақталған естеліктерде тізбектеліп қойылған тастар жоңғарлармен соғыс кезінде жау аттарының екпінін қайтару үшін қойылған деседі. Ел аузында кең таралған әңгімелердің бірінде қалмақтар осы ойранды даласында жеңіліп асудан қашқан дейді. Асуға барар жол қазақтардың қолында болғандықтан Қаратас жанындағы бітеу шатқалмен қашуға тура келген. Асу құз жартасты болғандықтан тұрып қалады. Қашарға жер таппаған жау әскері ойраны шығып
жеңілген деседі. Ойраны сөз болғанда тарихи жерлер қатарында Қарақыстақ елді мекенінің маңындағы Қалмақия асуы да қатар аталады. Аңызға сенсек, мұнда қазақтың қалың қолынан қашып келе жатқан жау әскерінің барымтамалы өткен. Қашқан қалмақтың алдында қонтайшының ханшасы келе жатса керек. Қалың малмен тұйыққа келіп тірелгенін сезген ханша, мына жылқы ана бір боз биеден тараған. Соны ұстап алып, шыңғыртып, құйрығына сиырдың қаудырлақ қоңын байлап, тіке құзға салыңдар. Бізге басқа жол жоқ, дейді. Сөйтіп асу бермеш жақпар тасты құздан дүркірей құлаған жылқы қия-қия жол салып, қашқан қалмақ Қарақыстақ даласына шықса керек. Жазушы Әбіш Кекілбаев бұл жайында қалмақпен шешуші соғыс Жамбыл облысы Тұтқынсай деген жерде болған. Бұл жер Әулиебұлақ жеріндегі қазіргі Ойранды деп баяндайды. Бүгінгі таңда Шатқалдың етегінде Әулиебұлақ деп аталатын бастау ағып жатыр. Мұнда жергілікті халық жиі келіп, бұлақтың көзін ашып, Сәмен батыр ту тіккен мекен деп құрметпен қарайды. Осылайша Сарысудан басталған қасап қырғын сұм қайтты да, одан әрі Ойрандыға ұласып, күллі қазақтың тағдырын шешкен Аңырақайға барып тіреледі. Талай жылдарға созылған қалмақтың езгісінен бүкіл қазақ елін азат еткен шайқаста Әбілхайыр хан бастаған қазақтың қалың қолы қалмақтарға ойсырата соққы беріп, тарихи бетбұрыс жасайды. 2022 жылы Ойранды даласына Батыс Қазақстандағы кіші жүздің бірқатар рулары келіп, ата-баба рухына деп ту тігіп кеткен. Осындай саяси маңызы бар Ойранды даласы әулиеатаның қасиетті орындары тізіміне енгізілді. Жарайсыңдар оқушылар, видеоны тамашалап болсақ, онда тапсырмалар орындайық. Құрметті оқушылар, бірінші тапсырма мәтінмен жұмыс. Ойранды даласы атауын түсіндір. Неліктен бұл жер бұлай аталды? Өз ойыңды 3-4 сөйлеммен жаз. Оқушылар, екінші тапсырма Қазақстан картасынан Ойранды даласын көрсет. Және де сол аумақта қандай елді мекендер, өзендер мен көл бар екенін анықта. Бұл жердің маңызын түсіндір. Оқушылар, үшінші тапсырма шығармашылық тапсырма. Ойранды даласы туралы буклет жаса. Буклетте Ойранды даласы туралы қызықты мәліметтер болуы қажет. Карта, схема, тағы басқа суреттер қолдануға болады. Оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, әрі қызықты болса, онда QR-код сілтемесі арқылы осы сабақ бойынша кері байланыс жаза кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.